Бүгін жұмыс өте ауыр болды. Үйге жаяу қайтайын деп едім. Қайдасың сен? Бұл Айнұрдың сөмкесі ғой. Қыз жоғалды. Сіздердің бәріңізді тергеуге әкелдік. Немесе бұл мүлде басқа адам ба? Мен ештеңе білмеймін. Ол жай ғана үйге жаяу барам деді. Сен соңғы болып онымен сөйлескеніңді білесің ғой. Сіз сол күні үйдің маңында болдыңыз ба? Жоқ, мен үйде теледидар көріп жаттым. Ол саған соңғы рет қашан қоңырау шалды? Сол күні. Мен бірнеше рет телефон соқтым. Бірақ ол жауап бермеді. Мен ештеңе көрмедім. Қарт көзім нашар көреді. Сол кезде сіздің терезеден қарап тұрғаныңызды білеміз. Алдында айтқанымдай, бұл ДНК мүлдем басқа адамдікі. Көршілердің ешқайсына сәйкес келмейді. Мынау кім екен? Мына суретті мұқият қараңыздарды. Бұл адам жоғалып кеткен түні Айнұрдың үйінің жанында камераға түсіп қалған. Бұны танайсыздар ма? 24 сағаттан аз уақыт қалды. Қызды тап, әйтпесе орныңды босатсаң болады. Айнұрдың үйіне кіру керекпін. Ішінде бір дәлелдер болуы мүмкін. Бұл мүмкін емес. Бұл жігітті жаңа камерада көрдім ғой, олар бірге болған ба? Біреу есікті ашып кіріп жатыр ма? Не істесем екен? Ол осында. Қайта сол жігіт. Не істеп жүр екен? Сен де телефон арқылы осындай мультфильм жасап, күніне 50 мыңнан тапқың келеді ме? Онда біздің инстаграмды тауып алып, жекеге плюс белгісін жібер.